Бүгін ботасыз өзім тамақтанып отырмын. Өйткені бота екеуміз ұрысып қалдық деп па. Қалжың айтамын, бота ұйықтап жатыр. Сонымен мен қарным қатты ашып кетті, прям не могу, шыдамай кеттім. Сонымен айттым ботаға, тұр десем, ұйықтай тұрамын деп, сонымен тамақтануға келіп отырмын. Сосын көп сұрақтар бар екен. Қанша ақша кетті Таиландқа деген сияқты. Путевка 600 мың теңге, примерно 600 мың теңге тұрды, 581 бәле мың теңге. Екі адамға 12 күнге. 7 октябрь қайтамыз бұйырса. Және баға жағынан қанша ақша кетіп жатыр дегендерге осы күнге дейін уже мен $400 уже жұмсап қойдым. $900 алып келгенмін. Примерно $1000 кетеді ау деп ойлап тұрмын. Өйткені әлі бірі болған жоқ. Біз біраз ақшаны жұмсап тастадық. Енді ішімдік ішетін адамдар бар ғой, біз енді ішпегеннен кейін кішігірім үнемдеп жатырмыз. Ал егер ішімдік ішетін адамдар болса, әрине ақша жағынан көбірек ақша кетеді. Сол үшін көбірек ақша алып келгендеріңіз дұрыс. В принципе, біз күнде анда-мында барып, кеше көп стори салып жатқан жоқпын ғой. Барлығын көріп жатырмыз. Таиландтың бір жақсы жері, бұл жердің табиғаты өте әдемі да. И развлекательный программалар өте көп. Тамақ жағынан енді тайский кухня өте арзан. Бірақ мысалы тайский кухняның тамағын жей алмаймын. Сол үшін тек қана европейский, жаңағы өзбекский, казахский деген сияқты сондай өзіміздің үйреншікті тамақтарымызды жеп жатырмыз. Олар сәл қымбаттау тұрады. Отельда завтрак включен, бірақ біз завтракқа бір-ақ рет оянғанбыз. Ұйықтап қала береміз қайта-қайта. Завтракты в принципе жеп жатқан жоқпыз.